Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бізде мынадай ойын. Балаларды шапшаңдықпен үйретеді. Осы ойынны карточка арқылы балалар ойнайды. Балдарына мынандай карточка беріледі балдарға. Балдар осы карточкаға қарап асықтарды жылжытады. Осылай жылжытып ойнайды. Карточкаға қарап. Енді бұл ойынды қалай жасаймыз? Соны сіздерге көрсететін боламын. Бірінші бізге мынадай қағазды шығарып аламыз, орнатарымыз. Сосын бізге мынадай пышақ керек болады. Сосын братство керек болады, мынадай ыссы клей. Сосын азықтарды мынадай қиып орнатып аламыз. Бірінші пышағымызбен сызық бойымен барлығын кесіп шығамыз. Осылай барлығын кесіп шығамыз. Сосын мынадай братстволарды аламыз. Соны былай салып, артынан былай майыстырамыз. Майыстырып шығамыз. Сол кезде мұны былай қозғалады. Былай қозғалады. Сөйтіп барлығын салып шығамыз. Барлығын қойып шығамыз. Енді бізге ыссы клей керек болады. Мына неге қарап, мысалы бізде бірінші көк азық тұрған. Мына жерге көк азықты жабыстырамыз. Ыссы клей арқылы. Осылай кішкене ұстап тұрамыз. Өстіп жабыстырамыз. Асық сонда былай жылжиды. Асығымыз жылжиды. Келесі қызыл асығымызды жасаймыз. Жазғы асығымызды жасаймыз. Сары асық. Тағы көк асық. Осылай барлығын жасап шығамыз. Азықтарымыз былай жылжитын болады. Арты мынадай. Өстіп жылжиды.
күнінде бірінші болған бала мына қоңырауды басады. Осылай ойын ойнатылады. Өте қызықты. Балаларға да өте қызықты ойын. Екі баланы осылай жабыстырып ойнатуға болады. Бұл ойынды